Қоршаған орта дегеніміз адамзат қоғамы өмір сүретін табиғи және антропогендік орта десек болады. Қолайлы қоршаған орта дегеніміз объектілердің жай-күйі, экологиялық қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды, ластауға жол бермеуді, экологиялық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды молықтыруды және тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін орта. Қоршаған ортаның ластануы бізге екіге бөлінеді: табиғи және антропогендік. Табиғи дегеніміз табиғаттың жасап беретін, ал антропогендік адам жасайтын. Қоршаған ортаның ластануына судың ластануы, ауаның ластануы, озон қабатының бөлінуі, топырақтың ластануы жатады. Яғни судың ластануына бізде Қошқар ата өзенін, ғылыми ақпараттарға сүйенсек, Қошқар ата өзенін жатқызуға болады. Қоршаған ортаны қорғау еліміздің табиғат байлықтары үшін сақтау, болашақ ұрпақ сақтау. Су айдындарының ластануы бізде үшке бөлінеді: биологиялық ластану, өсімдік, жануар, микроорганизмдер, H-белгілі заттар жатады. Химиялық ластануға отты және су ортасын өлтіретіндер жатады. Ал физикалыққа радиоактивті заттар жатады және магнитті өрт жатады. Қайырлы баршаңызға. Менің көркем еңбектерімнен таңдаған ғылыми жобамның тақырыбы қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің ерекше туындысы. Менің есімім Мизаханова Индира Мамыржанқызы. Бұл жобаның мазмұны кіріспе, түйін, негіз бөлім, үш бөлімнен тұрады. Практикалық қорытынды. Яғни түйінге келетін болсақ, бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан ою-өрнектерді мен алға қарай талпындырамын деген ойда мен сіздерге айтып кетемін. Жобаның мақсаты ата-бабамыздан қалдырған ою-өрнектердің даму тарихын, ежелгі нұсқаларын, оюлардың өрнектерді елімізде мәдени шекарасын зерттеп, әрі қарай жалғастырамын деген. Бағында айтып кеткендей, бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан ою-өрнектерді болашаққа ұйымдастырып, мен Абай атамыз айтып кеттім де, жастарға сенемін деген сөзін жерге қалдырмаймын деген үміттемін. Негізгі білім: қазақтың ою-өрнектері ғасырлар бойы дамып келе жатыр. Біз негізінде ою-өрнек сөзін қалай айта аламыз? Ою дегеніміз жалпы не деген сөз? Ою дегеніміз нағыз әсемдеу, сәндеу, бір нәрсені бір күшті етіп көрсету дегенді мағынаны білдіреді. Латын тілінде аударғанда ол орнамент деген сөзді білдіреді. Бұл негізі ою қайда шықты, біздің заманымызда қалай пайда болды деген сұрақтар барлығымызға мәселе болады. Ол негізі көшпенділер тайпасымен келе жатқан құмыра, яғни өрнектер. Бұл заманымызда мәдени мұралары андроид-сақ ол үйсін. Мен Ерге Жұбакамова, 8-ші сынып оқушысы. Бүгіндегі ғылыми жобаның тақырыбы жұбатың химиялық құрамы мен адам ағзасының әсері. Кіріспе: түйе төрт түліктің төресі, ауыр жүк артылыс, алыс сапарға жегілсе де мыңқ етпейтін маңғаз жануардың қадірін көшпелі жұрт қатты білген. Айрықша күтімді қажетсінбейтіндіктен түйе табиғи жайылымда тез қонданады. Әрі оның сүті мен шұбаты медицина тарапынан емдік сусын ретінде мойындалған да белгілі. Көзін тауып өңдей білген, білсе жөні де өнеркәсіпті таптырмайтын шикізат. Міне осындай пайдасы мол мал тек әлемде санаулы мемлекеттерде ғана бар. Соның бірі біздің елімізде. Қазақ үшін түйе қасиетті мал. Төрт түліктің төресі атанған жануардың сүті ем, еті азық, жүні киім. Нардың жүнін қазақ халқы аяққа таптамаған. Тек кеудешелер мен жейделер, шекпендер мен көрпелерді дайындаған. Қазіргі